Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл пиццериядағыдай небәрі 7-8 минуттың ішінде пісіп шығатын осындай маргарита және пепперони пиццаларын жасайтын боламыз. Пиццаның қамырын қалай идеальный жұмсақ етіп илейміз және кетчуп майонезсіз өзінің идеальный соусын дайындайтын боламыз. Қандай сыр, колбаса қосатын барлығын көрсететін боламыз, сондықтан видеоны асықпай соңына дейін көріңіздер. Алдымен 2 пиццаға қамыр илеу үшін 170 грамм жылы суға 1 қасық ашытқы, 1 қасық шекер қосып араластырып, бетін жауып көпіргенше 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін 350 грамм ұнға осы сұйықтығымызды құямыз және де пиццаның қамыры жұмсақ болу үшін 25 грамм зәйтүн майын қосамыз. Зәйтүн майы болмаса, орнына күнбағыс майын қоссаңыз да болады. Кішкене жарты қасықтай тұз қосып араластырып, қамыр илеп бастаймыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырымызды пакетке салып, бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымызды қайтадан ашып көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, кішкене көтеріліп қалған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, дөңгелек формаға келтіріп, ыдысымызға қайтадан салып, үстінен 1 шай қасық зәйтүн майын құйып шығамыз. Қамыр көтерілу барысында бір-біріне жабысып қалмай, өте әдемі нәзік болып тұру үшін осылай майлап аламыз. Мальчика пакетімізбен жауып, тағы да жарты сағатқа немесе 45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал оған дейін пиццаның оригинал соусын дайындаймыз. Осындай орташа көлемінде қызанақты аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қабықтарын ғана тіліп алып, үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Қабығы алып тастау үшін жібітіп аламыз. 15 минут өткеннен кейін қабығы әдемі болып жібіп тез-тез алынады. Енді осыны біз блендермен езіп аламыз. Егер блендер табылмаса, шанышқымен езсеңіздер де болады. Ең бастысы ешқандай түйіршік қалмау керек. Мінекей осылай езіп дайындап алдық. Пиццаның соусына тағы да 2 тіше сарымсақ қажет болады. Сарымсақты майдалап дайындап қоямыз және пиццаның дәміне дәм беретін орегано дәмдеуші болып табылады. Сонымен қатар бізге осындай паприка қажет болады. Паприкамызды пакеттегіде емес, базарда килограмдап, грамдап сататын жерде алғанымыз дұрыс. Осы түрі жақсы дәм береді. Табамызға 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, бірінші сарымсақты қуырып аламыз. Газдың астын өте баяу етіп қойыңыздар. Сарымсақты 30 секундтың көлемінде қуырсаңыздар жеткілікті. Одан кейін орегано дәмдеу үшін 1 шай қасық толтырып саламыз да, оны да бір 20 секунд көлемінде қуырып алыңыздар. Қатты күйіп кетпесін. Үстінен жаңағы татылған қызанағымызды құямыз. Осылай жақсылап араластырып жібереміз. Баяу отта 1 минуттай тұрады. Одан кейін үстінен 1 шай қасық паприкамызды саламыз. Араластырып, отта тағы да кішкене ұстаймыз. Одан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. 30 секунд тұрғаннан кейін астын өшіре беріңіздер. Осымен біздің пиццаға арналған соусымыз дайын. Осы соуспен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Шұжықтан Нален фирмасының осындай халал колбасасын ламбер сыры және өзім жасаған осы моцарелланы қолданатын боламын. Өте жақсы ериді. Алдыңғы видеода моцарелланы жасалу жолы бар. Көрсеңіздер болады. Осылай сырымызды теркадан өткізіп дайындап араластырып қоямыз. Одан кейін шұжықтарымызды да осындай қатты қалың етпей жұқалап турап шығамыз. Енді қамырымызды алып, ұн себелеп оқтаумен жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұқалап жаямыз. Пиццамыздың шеті қалың болып тұру үшін шеттерін бортик шығарып алуға болады. Ол үшін шеттерін қолымызбен басып қайырып аламыз. Енді қайырып шыққаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Қамырымызға жаңағы дайындап алған соустан 3 ас қасық салып, барлық жағына біркелкі етіп, әдемілеп жағып шығамыз. Енді жаңағы ірімшігімізді орналастырамыз. Одан кейін шұжықтарымызды әдемілеп қойып шығамыз.
Ал осы уақыт аралығында біздің пісіретін пешіміз қызып дайын тұруы керек. Ең максималды қызу шегіне қоямыз. 280 градус болса 280-ге қоясыздар, 300 градус болса 300 градусқа қоясыздар. Пештің астында үстінде қосып тұруы керек. Қызып тұрған пешке пиццамызды салып 7-8 минуттың көлемінде ұстап аламыз. Одан артық тұрса сырымыз күйіп, қамырымыз қатып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай пепперони пицца пісіп шықты. Қамыры шикі болып қалмайды, өйткені қамыры жұқа жайылған, жоғары градуста піскендіктен шикі болмайды. Келесі маргарита пиццамызды да дәл солай соус жағып, сырымызды салып, қызанақтарымызды жұқалап бөліктерге бөліп турап, пиццамыздың бетіне тізіп шығамыз. Бұл пиццамызды да 7-8 минут көлемінде пісіріп аламыз. Парақшама міндетті түрде пай пиццаца батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тегін мастер-класстармен бөлісіп тұрамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.